Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы неше доп? Бүгінгі сабақта сұхбаттасыңның не туралы айтқанын түсінесің және үлгі бойынша жауап бересің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Неше, сана. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сенде неше доп бар? Менде 5 доп бар. Екінші тапсырма. Суретке қара, сана, сұраққа жауап бер. Неше болады? Оқушылар, ойланайық. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. 3 доп, қосу 2 доп. Барлығы 5 доп. 2 текше, қосу 4 текше. Барлығы 6 текше. 3 қарындаш, қосу 4 қарындаш. Барлығы 7 қарындаш. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Есте сақта, оқушылар, берілген сұраққа назар аударайық. Сұраққа болымды және болымсыз түрде жауап береміз. Сенде доп бар ма? Иә, бар. Сенде доп бар ма? Жоқ. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Сәлем. Сәлем. Сенде доп бар ма? Иә, бар. Сенде неше доп бар? Менде 3 доп бар. Маған 1 доп берші. Міне, ал. Рахмет. Төртінші тапсырма. Неше доп? Сенде бар 2 доп, менде бар 2 доп. 2 доп, 2 доп болады неше доп? Оқушылар, сұрақтың жауабын қалай шештік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Сенде бар 2 доп, менде бар 2 доп. 2 доп, 2 доп болады неше доп? Барлығы 4 доп. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Сұхбаттасыңның не туралы айтқанын түсіндің және үлгі бойынша жауап бердің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйде бірінші жұмыс дәптерінің 7-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз.
жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.